Сәлеметсіңдер ме? Здравствуйте. Бүгінгі сабақта біз сіздермен қазақ тіліндегі орын тәртібімен танысатын боламыз. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с порядком слов в казахском языке. Сонымен, итак, баяндауыш етістік сөйлемнің соңында тұрады. Глагол сказуемое стоит в конце предложения. Мысалы, например, бала жарық бөлмеде отыр. Ребенок сидит в светлой комнате. Анықтауыш өзі анықтап тұрған сөздің алдында тұрады. Определение стоит перед определяемым словом. Мысалы, например, бала жарық бөлмеде отыр. Ребенок сидит в светлой комнате. Сұраулы сөз етістік жоқ болған кезде ең соңында орналасады. Вопросительное слово при отсутствии глагола сказуемого стоит на последнем месте. Мысалы, например, мынау не, бөлме қайда, что это, где комната. Егерде сөйлемде етістік баяндауыш бар болса, онда сұраулы сөйлем оның алдына қойылады. При наличии в предложении глагола сказуемого вопросительное слово ставится перед ним. Мысалы, например, бала қайда отыр? Где сидит ребенок? Бүгінше осы, жалғасы бар. На сегодня все. Продолжение следует.